8-ші дәріс. Білім беру кеңістігіндегі сандық технологиялар. Қарастырылатын сұрақтар. Сандық технология туралы түсінік. Электрондық оқыту жүйелері. 21-ші ғасыр сандық технологиялар заманы. Ақпараттық технологиялар қарыштап, озық инновацияның дәуірі келді. Еліміздің озық 30 елдің қатарына енуі үшін де сандық технологияны дамыту ауадай қажет. Осы орайда халықтың сауатын ашу өте маңызды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ғаламторға телмірген заманда IT технологияны мемлекет барынша қолдап, қарапайым халыққа ілгері дамыған бағдарламаларды үйрету қажет деген болатын. Әлеуметтік экономикалық жаңғырту Қазақстан дамуының басты бағыты. Жолдауындағы ғылым және білім беру жүйесінің жетілдірумен байланысты сауалдар маңызды орын алады. Бұл Қазақстандағы адам капиталының сапалы өсуі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев білім беру жүйесіндегі жаңғырту кезінде оқыту үдерісінде заманауи әдістер мен технологияларды енгізу, педагогикалық құрамның сапасын арттыру, негізгі педагогикалық білім беру стандарттарын күшейту, мектеп пен жоғарғы оқу орындарының оқытушылар біліктерін арттырудың талаптарын күшейту сияқты шараларды жүзеге асыру керек екендігі белгіленді. Сандық технология, ағылшын тілінен аударғанда digital technology, үздіксіз спектр түрінде емес, аналогты деңгейлердегі дискретті жолақтар мен сигналдарды ұсынуға негізделген технологиялар. Осы технологиялардың барлық деңгейлері жолақ шегінде сигналдың бірдей күйін білдіреді. Сандық технологиялар негізінен компьютерлік цифрлық электроникада, ең алдымен компьютерларда, ойын автоматтары, робототехника, автоматика, өлшеу құралдары, радио және телекоммуникациялық құрылғылар және басқа да көптеген сандық құрылғылар сияқты электротехниканың әртүрлі салаларында қолданылады. Электрондық оқыту жүйелері. Электрондық оқыту кешенді емес біртұтас дидактикалық әдістемелік интерактивті бағдарламалық жүйе және ол оқу материалдарын кездесетін қиындықтарды артта қалдырады, әрі мультимедианың соңғы мүмкіндіктерін қолданып, ғылыми зерттеу әдістерін толықтырады. Бұл жерде оқытудың түсінікті кең көлемде қарастырылған материалы қолданылады. Дидактикалық заңдастырылған жалпы білім әдістемелік аспектілер, арнайылап оқыту, негізгі пән немесе пәндер тобы және электрондық оқытудың бағдарламалық нақтылығымен өзара тығыз байланыста болады. Электрондық оқыту бағдарламалық әдістемелік кешен өзіндік немесе мұғалімнің көмегімен білім курсындағы бөлімнің мүмкіндігін электрондық түрде қамтиды. Электрондық оқыту негізінен 3 бөліктен қарастырылады. Негізгі ақпараттық курс бөлімінен тұратын презентациялық бөлім алған бөлімдерді бойынша бекітілетін жаттығулар. Оқушының білімін көлемді түрде бағалау үшін тесттер. Компьютерлік оқыту негізгі оқулықты анықтаманы, есептеуішті, зертханалық жұмыстарды бір-бірімен байланыстырады. Электрондық оқыту таныстыратын теориялық материал, білімнің көрсеткішіне қарай біліммен жаттықтыруды қамтамасыз ететін оқу үрдісін үзіліссіз дидактикалық материалдармен қамтамасыздандыратын, сонымен қатар ақпараттық іздеу, математикалық және компьютерлік визуалдаумен имитациялық модельдеу, интерактивті кері байланыстармен шарт бойынша функцияларды үйренуге арналған бағдарламалық кешенді жүйе. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамытудың стратегиялық жоспарының 136 тармағында орта техникалық, кәсіптік және жоғарғы оқу орындарында электрондық оқыту жүйесі e-learning енгізілген болатын деп қарастырылған. E-learning электронды оқыту жүйесі, қашықтықтан оқыту, компьютердің көмегімен оқыту, желілік оқыту, виртуалды оқыту, ақпараттық электрондық технология көмегімен оқыту, электронды оқыту, оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа формасы. Ол оқушылардың дамыған электронды білім беру ресурстарының көмегімен өз бетімен оқу жұмысына негізделеді. Күнделік KZ бағдарламасы іске қосу нәтижесінде Қазақстан Республикасындағы білім процесінің барлық қатысушылары үшін электрондық білім беру технологияларына тең қол жеткізудің қамтамасыз ету.
Оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін білім беру сапасын арттыру, сондай-ақ жалпы білім беру ұйымдары мен орта білімді басқару органдарының білім беру, тәрбие және басқарушылық қызметтерінің функциялары мен процестерінің автоматтандыру арқылы Қазақстан Республикасының жалпы білім беру ұйымдары оқушыларының оқу жетістіктерін есепке алу жүйесінің жетілдіру болып табылады. Қашықтан оқуда қолданылатын қазақстандық онлайн білім платформаларының саны 8-ге жетті. Олардан бөлек шетелдік WhatsApp, Telegram мессенджерлері, Zoom видеоконференциясы, Microsoft Teams, Google Classroom платформалары қосымша қолданыста. Онлайн мектеп. Республикада өткен жылдың соңында болған оқытуға тамаша балама пайда болды. Онлайн мектеп платформасы Zoom және басқа платформаларды ауыстыру құқығын өте жақсы атқарады. Бұл платформа орындауы керек негізгі міндет авторлардың айтуынша оқушыны материалды жақсы игеру үшін интерактивті түрде ұсынылатын ең жақсы материалдармен қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен қатар, ағымдағы жылы оқушыларға виртуалды бонустар алуға мүмкіндік беретін оқу процесінде ойын техникасы, геймификация элементтерін енгізу жоспарлануда. Оларды нақты жүлделерге және көтермелеу дипломдары мен кубоктарға ауыстыруға болады. Дарын онлайн платформасы оқушыға мектеп бағдарламасындағы кез келген тақырыпты 5 минутта түсіндіреді. Жоба авторы Бөгенбай Серікбайдың айтуынша, бұл уақыт баланың тақырыпты түсінуіне жеткілікті. Видеосабақ кезінде және одан кейін оқушыға әртүрлі тапсырма беріледі. Бұл баланың барлық сабақты бірден көріп кетпеуіне көмектеседі. Білім Ленд платформасы мұғалімдер үшін оқу үдерісін ұйымдастыру барысында да, сабақтан тыс іс-шараларды өткізу кезінде де аса тиімді екені көрсетілді. Сонымен қатар, тыңдаушылар барлық жастағы балаларды оқытуға арналған қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі 18 мыңнан астам сабақ салынған. Білім Ленд KZ білім беру платформасымен танысуға мүмкіндік алды. Универ жүйесі – университеттің білім беру жүйесі. Бұл мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар өзара байланысты компоненттерден тұратын жүйе. Жоғарғы оқу орны білім беру жүйесі ретінде әлеуметтік институт түрінде ұсынылған. Оның шеңберінде оқушылардың, яғни студенттердің жеке және кәсіби дамуына, олардың өздерінің кәсіби міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыруға бағытталған тиімді педагогикалық жағдайлар жасалған. Сандық білім беру кешендерінің мазмұны. Ақпарат алу блогы, ғылыми мақалалар, мәтіндер, оқулықтағы мәтіндерден үзінді, иллюстрациялар, анимациялар және тағы да басқа мультимедиалық құрылымдар, мультимедиалық презентациялар. Виртуалды галерея, видеофрагменттер, анимация, шынайы, иллюстрациялық суреттер, дыбыстық объектілер. Виртуалды зертханалар, интерактивті модельдер, интерактивті анимациялар, виртуалды зертхана. Анықтамалық материалдар, графиктер, диаграммалар, ғалымдардың өмір деректері, аннотациялы интернет сілтемелер. Терминдер, анықтамалар сөздігі. Аттестация, зерттеу жұмыстарына арналған сұрақтар мен тапсырмалар, есептеулер. Сандық білім беру ресурстарына қойылатын талаптар. Оқу бағдарламасы мен оқулықтың мазмұнына сай болуы, оқытудың заманауи формаларына негізделіп, оқытудың интерактивтілік және мультимедиалық тұрғыдан қамтамасыз етуі, оқушылардың жеке және жас ерекшелігіне сай оқытуды саралау және даралау мүмкіндігін қамтамасыз ету, оқушылардың осы пән бойынша алған білік дағдыларын негізінде проблемаларды шешуде өмірлік тәжірибе қалыптастыруға бағытталған оқыту түрлерін ұсыну, топтық және жеке жұмыстарды ұйымдастыру, шынайы мәліметтерге сүйену, оқулықтың сәйкес бөлімдерінің көлемін ұлғайту, методикалық тұрғыдан мақсатқа сай болғанда ғана қолдану мүмкіндігі, ыңғайлы интерфейстер. Сандық білім беру ресурстарын сабақтың барлық кезеңдерінде қолдануға болады. Өткен тақырыптағы білімді еске түсіру, оқушылардың білім-білік дағдыны есепке алу және бағалау, үй тапсырмасын тексеру. Сандық білім беру ресурстары оқу процесінің ұйымдастыруда көмекші құрал ретінде пайдаланады.
Әртүрлі сандық объектілерді пайдалана отырып, сабақты құрастыру және модельдеу, сандық білім беру ресурстарын кешендерін қажетті ақпаратты тез іздестіріп табу, бақылау және өздік жұмыстарды дайындау, шығармашылық тапсырмалар құрастыру. Сандық білім беру ресурсының сабақты өткізудегі тиімділігі. Сабақ барысында дайындалған сандық объектілерді мультимедиалық проекторлар арқылы демонстрациялау. Зертханалық жұмыстарды орындауда электрондық микроскоп интерактивті модельдерді пайдалану. Білімді тексеруде компьютерлік тестілерді қолдану. Сабақ үстінде оқушылардың сандық білім беру ресурстары арқылы жеке зерттеушілік және шығармашылық жұмыстарды атқаруы. Оқушыларды қазіргі ақпараттық технологиялармен жұмыс жасай білуге үйрету. Сандық білім беру ресурстары, мультимедиялық дыбысталған презентациялар, сандық форматқа айналдырылған мәтіндер, интерактивті тапсырмалар мен белгілі бір тақырып бойынша тестілеу бағдарламалары түріндегі интерактивті кешен. Білім берудегі мультимедиа таным процесінің жоғарылауына септігін тигізетін, білім беру мазмұнының интерактивті формада ұсынатын дидактикалық ақпаратты бағдарламалық құрал. Оқу процесі барысында сандық білім беру ресурстарының көптеген түрлері қолданылады. Анимациялар, интерактивті суреттер мен схемалар, интерактивті тапсырмалар. Сабақ кезеңдерінде олардың әрқайсысын жан-жақты пайдалану қажет. Сандық білім беру ресурстары табиғи объектілер мен көрнекі құралдарды толықтырып отырады. Бұл кезде мұғалімнің оқыту барысында белгілі бір жағдайға бейімдеуге, оқушының дайындық деңгейін ескеріп, оқушылардың жеке шығармашылық потенциалын ашуға мүмкіндіктері мол. Электрондық оқыту жүйесін білім беру ұйымдарына енгізу аясында өңделген сандық білім беру ресурсы талдауы көрсеткендей, мазмұны мен формасы сабақ үстінде және үй тапсырмасын орындаған кезде оқушылардың интеллектуалдық әрекетін ынталандыруы, материалды игеру сапаларын арттыруы, оқытуға деген қызығушылықты қалыптастыруы, оқушы тұлғасын дамытуы, оның болашақ кәсіби таңдауында әсер етуі мүмкін. Сандық білім беру ресурсы мұғалімді алмастыра алмайды, бірақ мұғалімге қосымша материалдарды ұсынады, яғни сабақ мазмұнын ақпараттық коммуникациялық технологиялардың жаңа мультимедиалық мүмкіндіктерімен толықтыруға, оқушылардың назарын аса маңызды оқу тақырыптарына аударуға, қажет болған жағдайда оқушылардың назарын зерделенген көріністердің ерекшеліктеріне шоғырландыруға, оны көрнекі түрде көрсетуге, сабақты мазмұнды қоғамда болып жатқан өзгерістермен, өмірлік тәжірибелермен, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарымен және де тағы да басқа құбылыстармен байланыстыруын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мұғалім үшін ең бастысы электронды ресурстардың алуан түрлілігін білу. Сабақта қолдануға болатын материалдарды таңдаңыз, немесе оқушыға үй тапсырмасы ретінде беріңіз. Әрине, балаға құрмет, мейірімділік, жауапкершілік сияқты қасиеттерді тәрбиелеу, қоғамға, адамға адамгершілік көзқарасты тәрбиелеу. Қазіргі уақытта мұғалім сабақта жұмыс істеу үшін қалам немесе бор сияқты компьютерлік техниканы қолдануды үйреніп, ақпараттық технологияларды игеруі мен сабақ әдістемесін жетілдіру үшін алған білімі мен дағдыларын шебер қолдану керек. Мұғалім үшін компьютер енді сән-салтанат емес, бұл қажеттілік. Назарларыңызға рахмет.